Қайырлы күн достар. Бүгін біз осындай өте дәмді әрі оңай содасыз ажурный блинчики дайындайтын боламыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Бізге қажетті 3 жұмыртқа, жарты шай қасық тұз, 3 ас қасық қант, жақсылап араластырып, менде 1 стакан ұн, яғни ұнды біз толық салмаймыз, шетінен араластырып отырамыз. Жақсылап араластырамыз, түйіршіктер қалмау керек. Және 1 стакан сүт, бөлме температурасындағы. Енді осы жерде ұнымызды толық саламыз. 1 стакан менде 200 миллиграммдық стакан. Және 1 стакан қайнаған су. Енді жақсылап араластырып, 3 ас қасық майымызды, сұйық майымызды құямыз. Қызып тұрған тавамызды майлап, осылай ажурный блинчики дайындаймыз. Өте дәмді болады, жасап көріңіздер. Видеомды соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыз.